сен парт билетіңді тапсырасың, жұмыстан кетесің деп сөйтеді. Ол кезде білесіз, парт билетті тапсырды деген уже все, карьераң жоқ. Содан бұл кісі Баянауыл аудандық партия комитетінің пленумын өткізе ме, соны қаулы қабылдатып, жаңағы Ақошев Қасым деген райком комсомолдың бірінші хатшысын басшы қылып, комиссия құрып, қасына Малаев деген НКВ-ның басшысын қойып, қосып, бүкіл ауылдардан активтер жинап, Жұмеке жоғарасың, Дәурен келді. Әне Дәурен. Айттым ғой, атпен келеді. Бірақ аттарын сатып жүрді. Содан жаңа жерде бұзғызады ғой, бүкіл ауылдың активін жинап алады, колхоздың председателі бар, сельсоветі бар, парткомы бар, комсоры бар, бәрін ауылдың кісілері қашып кетті өйткені. Мәшіл атаның зиратын қол салмаймыз, бұзбаймыз деп. Соны түгел коммунистердің билеттерін жинап алады, бүкіл ауылдан жинаған коммунистерді алып келіп жаңағы бұзыңдар дейді, бұзуға бір қорқады. Сосын бір кезде біздің ауылда Жұмали деген колхоздың председателі болған, бірақ оны колхоздың показатель төмен болғасын завещи фермаға түсіріп тастаған екен. Соны айтады, Жұмеке сен баста, біз сені қайтадан колхоздың председателі аламыз дейді ғой. Ана қызық кеткен болу керек, қайдан салып көп жүрген кезде бүйіріне шаншу тиеді. Сол бүйірден оңбай көп ұзамай қайтыс болады. Қайтыс болғанда жаңағы Екібастұз қаласының қазір Ардақ Қаңтарбаев деген азамат Екібастұз қаласында. Соның әкесі Амангелді Қаңтарбаев деген ақсақал болды, журналист, мына Жұмекенің коллегасы. Жұмекен Екібастұз қаласының азаматы, журналист, құрметті азаматы, журналист, ақын Жұмағали Қоғабай. Бұл кісімен бірге әріптес болды, бұл кісі Амангелді Қаңтарбаев. Сол кісінің бұл дүние бір қисық жол бұраңдаған деген кітабы бар. Сонда былай деп жазады. Сол Жұмали дейді, бізге туыс еді дейді. Сол атамызға қол салам деп, шаншу кимей кетпей, менің әкеме келді дейді, Қаңтарбай әкеме. Сосын әкем жер-жеріне жетіп тұрып ұрысты дейді, оңбаған дейді. Сен Мәші Жүсіп атамызды ақын қанша еді, ал енді ауырдың, ал енді өлесің деді дейді. Сосын жылап, не істеймін аға деп әкеден көмек сұрады дейді. Әкем айтты дейді, бар анау ұрпағы бар, Пазыл деген баласы бар, кенже баласы. Ақжайнеп деген келіні бар, күткен, батасын алған. Төлеубай деген немересі бар, барда солардан кешірім сұрап көр, мүмкін себебі тиер, онда жетіп ұрысты дейді. Содан әжеме кепті ол кісі. Апа, осылай, міне шаншуым кетпей қойды ғой, мені кешіріңізші депті. Апа, әжем айтты, қалқан, мен атам үшін жауап бере алмаймын ғой, атам өзі өледі деп. Содан әлгі аурудан ол кісі көп ұзамай қайтыс болады. Қайтыс болғанда жай қайтыс болмайды. Қатты боран соғып кеткен кісілер жерлеуге үйіне бара алмай, үйінде 1-2 апта жатып қалады. Аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Макин Кенжебай ет сөзіне суға түсем деп суға батып кеткен, бетін балықтар жеп қойған, туыстар 1-2 айдан кейін әрең танып жаңағы киімінен. Ол солай трагически қайтыс болады. Ақошев Қасым деген райком комсомолдың бірінші хатшысының әйелі, балалары қайтыс болады. Құдай өзі сақтасын. Әлі күнге дейін балалар зардабын тартып жүр. Одан кейін Малаев деген НКВ-ның бастығы жынданып кетеді. Жынданып кәдімгі. Золотухин Михаил Иванович көп ұзамайды, 49 жасында 1 жылдан кейін қайтыс болады. Даже Google-ден алып қарасаңыз, прослеживается. Золотухин Михаил Иванович деп жазыңыз, государственный партийный деятель, первый секретарь обкома партии по Павлодарской области, переведен областов, председателем областов проф Западно-Казахстанской области, умер в 53 году. Bir жылдан қайтыс болды. Бірақ онда жазбайды, Мәшекеңнің зиратын бұзғаннан өліп қалды жазбайды. Уже прослеживается, по хронологически прослеживается. Сосын жаңағы Қаскен деген біздің ауылдың бір есерсоқ коммунист болыпты. Атпен шауып келе жатқанда аты сүрініп кетіп, атының астында мойны бұралып өледі. Сосын мына 21-ші партия совхозы болды. Қазір Ұзынбұлақ ауыл деп аталады. Сонда Уәли деген партком болған кісі екен. Сол кісі өле-өлгенше өкініп өтіпті. Мәшекеңнің зиратын бұзуға қатысам деп ұрпақсыз кетіп барам. Бүкіл балалары қайтыс болған. Сол сияқты атамыздың жаңағы зиратын бұзуға қатысқан адамдардың бәрі жай өлген жоқ. Сондай трагический нелермен өздері азаппен қиналып, жаңағыдай біреу суға батып, біреу солай жынданып, біреу. Бұны бүкіл тарих біледі. Бұны Жайық Бектұров деген ақынның өлеңінде бар. Жаңағы Қасым жаңағы аудан партия комитетінің әйел баласы қайтыс болған кісіге арнап жазған өлеңі бар. Тиқан Әулеттің естелігі бар. Бүкіл осы Баянауыл ауданның кәрі шалдарынан сұрасаң, осының бәрін жырдай қылып айтып келеді.
Солай болған. Содан ол кісінің зираты 2 жылдай үсті ашық, әйнектері бар, бір шыт, денесін жетіп тастаған, кісінемесінің үстін ашып тастады ғой. Содан 2 жылдай тұрып қалады. Одан кейін Onun su yüzganda kömdüm. жоқ, көміп тастады. Бұл күні солай жатқан шығар. Сол қалпы. Ешкім білмейді. Иә. Содан атамыздан бата алған кісілер көп болған, атын қойған. Қасиетті мен сондай енді қандай қасиеттері? Қасиетті ол кісі баласы жоқ кісілерге бала береді екен. Бала бергенде ол кісі гарантия айтады екен, сен осындай бала туады, атын осындай қой. Сен осындай қыз туады, атын осындай қой. Деп солай жаңағыдай. Мысалы жаңа Диқан Әбіл өзінің кітабында жазады. Менің атымды дейді, Диқан деп Мәшһүр атам қойған дейді. Былай депті, әй Әбіл балаң атын Диқан қой, биыл Баянауылда егін мол шығатын жыл. Диқан деген парсы сөзі, егіншілік деген сөз деп. Сосын мына біздің Баянауылда Райза конторының директоры болды, бәлен жыл не Райпатрия сөзінің главный бухгалтері болды. Сағаш деген ағай болды. Сағидолла аты негізі. Сүлейменов Сағаш деген. Сол кісі әкесі Сүлейменде бір күні бала туады. Сосын атам келіп қонады. Сүлейменде баланың дауысы шырағанын естеді. Сосын баланың атын кім қойды? Сүлеймен дейді. Ол кісі айтыпты, Қазыбек деп қойдым депті. Сосын бір кезде айтыпты, Қазыбек қасиетті кісінің аты ғой. Бұндай атты алып жүру ауыр болады. Біреу боқтайды, біреу жаман сөз айтады, ғайбат сөз айтады. Тәте, Дәуренді көрдіңіз бе? Қалайсыз ба, амансыз ба? Сау болыңыз ба? Қалайсыздар? Содан айтады, әй, Сүлеймен дейді. Сүлеймен мына балаң ұзақ жасамайды дейді. Әруақты адамның атын қойыпсың, алып жүру оңай болмайды. Мына балаң ұзақ жасамас, мен саған отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын бір бала берейін дейді. Атын Сағидолла қойшы дейді. Айтқандай ана бала қайтыс болады да алдын Қазыбегі. Сосын бір бала туады да Сағаш деп қояды, Сағидолла. Сағаш деп кетті ол кісі. Соның бұл кісі өзі сол райпатрияшы істеп жүргенде өзі бойы ұзын арық кісі бір сол кісі алып қалады өзі. Сондай жұқа кісі болды. Сонда құрдастар айтып жүрді, сәкен көп жасама сосын өліп қалады, ауыра береді. Атасының басы айтқан кісінің бәрі өліп қалды. Ана кісі көп жасап балалы шағалы болып беті қайтып кетті. Сондай ол атамыз сондай. Мысалы мына Бекболаттың Жұмабегі деген кісіге бата бергенде былай беріпті. Әр кісі Құдайға сенбейтін кісі екен. Сосын ол кезде сондай адамдар болған екен, Аллаға сенбейтін. Содан оның кемпірі жас келіншек, жас кезінде. Сосын бала болмағаннан кейін атама жылап кетті, Бибігүл әже. Сосын айтыпты, әй, сенің байың айта бар, ана Құдайға бетін бері қаратсын, сонда ғана бала болады. Оған дейін оған бала жоқ депті. Сосын ана кісі жылап барады ғой. Әй, сен атам ренжіп жатыр, Құдайға бетін қаратсайшы, бәлен жыл болды үйленгенімізге, бір бала жоқ. Содан бір күні атамыз Баянауылға моншаға түсуге жаңағы жұмасына, аптасына бір рет барып тұрады екен. Бутаков деген орыс досы болған, соның үйіне моншасына түседі екен, орыс досының үйіне, русский банясына. Соны бара жатқан кезде ана кісі жолда Қойтас деген ауылда тұрады екен. Атамыздың аты келе жатқанын көріп қалады, осындай арбамен. Трашпенка арбасын көреді да, ана Бибігүл көріп қалады. Әй, ана атам кетіп барады дейді. Сосын анау күйеуі жаңағы Жұмабек атқа ертоқым салуға үлгермейді да, жайдақ міне сап, атамыздың атына келіп арбасына жата қалады. Ата, мен Құдайға бетімді ұрдым, келіп батаңды берші деп. Сосын атам болмас деп үйіне қойып бір қой сойып, жаңағы батасын беріп, сосын айтады, келесі жылы бір ұл туады дейді, атын Серік қоясың дейді, Серік деп дейді. Сосын айтады, бесікке өзім сап берем дейді. Сосын туғанды айт дейді. Сосын айтқандай ана Серігі туады, сосын келіп бір жылдан туғаннан кейін бесікке салып батасын береді. Сосын батасын беріп отқанда айтады, әй, Жұмабек Бибігүл дейді, бұл балаңның біріншісі емес, соңғысы емес дейді. Тағы бір бала туады дейді, кейін дейді ол дейді. Мен оны көрмеймін дейді. Оның атын Бүркіт қоярсың дейді. Көрдіңіз бе? Ол кісі 43-ші туылды. Атамыз 31-де қайтыс болды. Жаңағы Серігі 30-ші жыл туылды. Бәлен жыл ауылда, мен тәтемді біледі. Бәлен жыл ауылда ләпкеші болды, қызмет балалы шағалы. Одан кейін інісі Бүркіт қазір Қамалда зам болған бәлен жылына Шідертіде пенсияда қазір барып сұрасаңыз ол кісі айтады, кімнің баласы десең айтады, мен Мәшһүр Жүсіптің баласымын. Сондай ол кісі сосын жаңағы
орыс досы Бутаков дегенге де бата береді. Бутаков деген орыста жаңағы ылғи қыз бала ұл жоқ. Сосын бір күні отырғанда айтады, Мәшеке, менде ылғи қыз бала ұл жоқ, бір батаңды бермейсің ба деп. Сосын атам айтып, жарайды дейді, бір тілде қағазға тұмар жазады да, мынаны Рая келін мойнына тағып қой, келесі жылы бір ұл туады дейді. Айтқанда әлгі ұл бала туып, кейін соғысқа барған ғой. Соғысқа барғанда Баянауылдың біраз азаматтары кездесіп қалып, сен қай жерің боласың, қазақша білесің ғой дейді. Мен осылай Мәшһүр Жүсіптен бата алған, осындай. Кет, олай өтірік айтпа, сен орысқа бата берген жоқ. Міне мойнында тұмар анам тақты, одан кейін міне мен соғыс кетерді, маған тағып жіберді деп. Сосын аналар болмай ашып оқыса боғауыз сөз дейді. Бүйтіп айтты дейді. Келіннің аты Раяма, қыз таба беріпті ғой, қаяма, ей Алла, сен мені шын Мәшһүр десең, мына орыстан бір ұлыңды аяма деп. Сондай, ол кісі прикольно береді екен. Содан жаңа әйелдер келіп, бұл кісіден бала сұрай береді ғой. Сонда атам айтады екен, немене мен үйде қамақ қойған балаларым бар ма? Сұраңдар Алладан жақсылап. Алла берер есесін, айдай берсең шешесін дейді екен. Сондай прикольно. Бірақ бос жүрмейді. Сол сияқты атамыз енді сондай адам болған, қасиетті, сондай дұғагөй жаңағыдай. Ана жаңағы сөз не сөз? 30 жыл деген. Ол былай. Онда ұзақ әңгіме енді. Баянауыл ауданында ішкі істер бөлімінде пас престолды басқарды. Сол кісі пенсияға шығып 90-шы жылдары ауырды. Ауырғанда жай емес, менингит острый формасымен ауырады. Содан бұл кісі кішкене есінен адасады. Содан өзі здоровый кісі, содан барады да әйелін, балаларын ұрып тастайды, қол жұмсайды. Содан кейін бұл кісі төлеп берген алда береді. Содан бұл кісі ауырғаннан кейін жаңағы әйелін ұрып тастайды, балаларына қол жұмсайды, өзі здоровый кісі болды. Содан Баянауыл аудандық ішкі істер бөлімін 18 жыл басқарған Ақыбаев Рапық Мұхитұлы деген кісі болды. Полковник, сол кісі досы ғой, сол скорый алып, Павлодарға апарып больницаға жатқызады. Больницада бұл кісі бой бермейді жаңағыдай. Содан бір күні бұл кісі ойланады. Қой, мен мына бір күні есіне кішкене өзіне келгенде ойланады. Бала шағамның есін шығардым, дәрігерлердің есін шығардым, жұрттың есін шығардым. Мұндай өмірдің керегіне мен одан да өлейін деп, больницаның 5-ші этажында ма әйнегін замыскасын кесіп, ойып алып, әйнектен секірмек болады. Содан жаңағы қайда кеттіңіз? Қазір келем. Содан жаңағы ақырға үйіне прощальный хат жазады. Сосын сол күні бір баласы, Ағыбай деген баласы тамақ әкелетін күн екен, соған хатты бермекші болады. Хатында жазады, баяғы қош болыңдар, мені ренжімеңдер, мен сендердің естерін шығардым, енді мен бұл дүниемен өмір сүріп маған қадірі қалмады деп солай. Содан сол күні баласы келмей қалады, жұмыстан жібермей қоя ма. Содан бұл кісі баласын күтіп атып ұйықтап кетеді. Ұйықтап кеткен кезде өмірі көрмеген дейді, Мәшһүр атаны көрдім түсімде дейді. Баянауылдың көшесінде келе жатқам дейді. Бір кезде орталық мешіттің жанында ата өзі оқыған мешіт. Соның жанында ата шаруаққа сүйеніп тұр екен. Соны көріп, ой, атамды көрдім ғой деп қуанып ата қарай жүгіргем. Бір кезде мешіттің алдынан 3 ит атып шықты дейді. Біреуі тамағыма, біреуі қарныма, біреуі аяғыма атылды дейді. Сосын бір кезде дейді, айғай салдым дейді, ата деп дейді. Бір кезде атам күліп жерде де айтты дейді, әй төлеп берген қорықпа, қазір мына мешіттен 3 шал шығады, үшеуі де жас кездерінде аңшы болған, қасқыр соққан шалдар, қазір өлтіреді дейді. Айтқанда 3 шал шықты да дейді, 3 таяқты жіберіп қалды дейді, 3 итті қалпақтай түсірді дейді. Сосын мен шошып ояндым дейді, айғайлап. Бір кезде қасымда дейді, бір ақсақал жатқан дейді, ей төлеп берген, не болды деп. Сосын оянып терлеп дейді, үсті басым су дейді. Сосын осылай ата аға, осылай түс көрдім, осылай өмірі көрмеген Мәшһүр Жүсіп атамды көрдім. Осылай болды, осылай 3 итті нетіп, атам 3 шалды алып шығып өлтірді. Өй, мынау жақсы болды ғой төлеп берген, сен жақсыға жорайық. Мынау сенің менингитің, мынау архитің, мынау простатитің бәрі кетті. 3 итің де кетті. Сен мынау жақсыға жор, жазыласың. Содан мен жазылдым дейді. Тайғыр болдым дейді, тамақ іше бастадым. Дәрілерді қойдым дейді, ішуді дейді. Сосын бір күн дәрігерден рұқсат сұрады дейді, мен үйіме жіберіңіздерші, мен кірлеп кеттім. Дәрігер жібермейді дейді. Үй сіз особый учетта, сізді жіберуге болмайды. Сосын жоқ деп расписка жазып үйіме келдім дейді. Үйіме келсем әйелім шошып кетті дейді, қалай қашып келдің бе дейді. Ондай
состояниеда ауырған кісі. Содан дейді, жазылып дейді әлі. Сосын атаға деген енді нем пайда болды дейді. Уже атаға мен қандай кембек ете аламын. Сосын естуім барда дейді, торайғыр сақ болсында Иманғали деген ақсақалда атаның жазбалары бар деп. Атқосшы болған ол кісі, Иманғали. Сосын сол кісіге келдім дейді. Сосын амандасып біздің Немекең айтты дейді, Төкжан қал жақсы ма, сен ауырып қалды деп еді, тәуір болдың ба, жай жүрсің ба? Жоқ, жай жүргем жоқ, ата, сіз осылай атамыздың жазбалары бар көрінеді сізді. Сіз маған берсеңіз, мен соны аударып атамды көрейін деп едім, дедім дейді. Сен өзі арабша білесің бе? Иә, жас кезімде моллалардан оқығаным бар еді, сосын бір қағазды көрсетті, оқышы. Оқыдым дейді, сосын бір тетрадын берді дейді, мынаны бір жұмада көшіресің, сосын әкелесің, мен сосын келесі тетрадты беремін. Солай келістік дейді, мен бір түнде көшіріп ертеңінде автобуспен апарып бердім дейді. Содан ол кісі маған бере бастады дейді. Сосын бір күні сол Төкең сол кісіден аударып жүргенде Иманғали бір күні әңгімесін айтты дейді. Әй Төкжан, атаның бір айтқаны бар еді. Ол кісіні ол былай деп айтты дейді. Бұл әңгімені балаларыма жазып қалдырайын десем қорқам, ертең қырсығы тие ме деп. Мынау үкімет келген, қызыл үкімет. Көп өмір сүрмейді. Бұл құдайсыздар үкіметі. Құдайсыздар, дінсіздер үкіметі. Бұлар ең көп болса 70 жыл өмір сүреді. Содан кейін барып үкімет келеді жаңадан, ол бірақ ұрғарлардың үкіметі. Содан кейін барып заман түзеледі. Бұл Имекең деген жаңағы атқосшысы бар ғой. Соның атқосшысынан естігені. Бұл ешқай жазбада жоқ. Атаның жазбасында, жаңа кісілердің есінде жоқ. Бұл сол жаңа Имекеңнің Төлепбергеннің айтқан болжамы. Бұны Төкең тура жырдай қылып қорықпай жүрді. Біз айтамыз, Төке айтпай, түнсін ба мынау, ұят емес пе? Біреу ертең сізді әкесінің аузына басымды кесіп алса да айтамын. Солай айтып кетті. Бұл сол әңгіме. Осы кішкене не көмек болса да осы атамыздың несіне. Мен органда істегем өзім. Подполковник полиция. Взятка болып жүрмесін. Рахмет. Шын ниетімізбен. Көмек болсын осы. Рахмет. Жаңағы жоқ жерден тамақ пайда болды деген. Ол былай. Абайға ана аттарды салып жібергенбіз ғой. Не? Жігіттер 4 күн атпен жүріп, болдырып қалып. Жүмеке шай қояйық. Жоқтап қойыңыз, анау істеп рұқсат болса сұрап келеміз тағы бір екі аптада. Не? Енді Асықпай Алла атамыздың қысқа батасы. Алла бере берсін, жақсылықпен аурумен келе берсін. Не берсе де қайырмен берсін. Бастарыңыз аман болсын, жортқанды жолдарыңыз болсын, жолдастарыңыз қыдыр болсын. Осылай тек аттай шауып жүре беріңіздер. Алла. Аумин. Ал енді аттарға мен мініп қырам ба деген. Жаңа әңгімесін айтайын ба? Атамыз мына байресі Төлебай деген үлкен немересін. Алла разы болсын. Келеміз бір екі аптадан кейін. Жиеніңіз неге бара жатыр? Шетелге жарысқа. Қай спорттан? Неден? Білімнен. Білімнен бір. Футбол жағын атын. Бабамыздың әруағы қолдап, осылай жарыстан дүбірлі жарыстардан жүлделер алып келе бер Алла. Жолыңыз болсын. Ауыз түйдім алыш. Ата ренжіміздің аз да болса да бата берші. Ол енді мен атам сияқты қасиетім жоқ енді. Осы бабамызға келіп тілегіңіз қабыл болсын. Бала шағаңыз аман болсын, деніңіз сау болсын. Тек қана жортқанда жолдарыңыз болып, жолдастарыңыз қыдыр болып, әрқашанда өсе өркендеп, көбейіп, тек қызыққа жеткізе берсін Алла. Жүмеке жинамайсың. Фондыңызға қосасыз. Жоқ, жарғы. Қарт ойнап отыр деп ойлап қалатын. Баянауылға жиі қатынайды. Жолдастары бар, сонда бар. Қағаз қалам, сия сатып алады. Соны жаңа Моншаға барады. Содан бір қайтып келе жатқанда немересі Төлебай деген менің әкем. 5 жаста ма сол ерген ғой жаңағы. Ертіп алған ғой қасы. Жолда кеткенде бала ғой жылайды. Ата қарным ашты деп жылай береді. Сосын айтады: "Ей, балам, жылама қазір. Тамақ болады" дейді. Айдала. Елдің бәрі көшіп кеткен жайлауға. Сосын бір бос үй тұр екен. Соған кіреді. Айтады: "Ал балам, қорықпа" дейді. "Қазір мен тамақ дайын болады" дейді. Сосын дұға оқиды. Дұға оқыған кезде осындай дастархан келіп жайылады.
доғиды, тамақ кеп тұрады. Ешкім көрінбейді. Ұшып кеп қонады. Сосын жаңағы жерде ал балам жей қорықпа дейді. Жейді, тояды. Сосын жаңағы сорпа келе ме, жаңағы түгел тағамдар кеп, әбден ал тойдың ба балам дейді. Тойдым дейді. Ал дұға оқиды. Bir кезде дастархан көтеріліп, тамақ ұшып кетеді. Кәдімгі не? Ертегідей. Сосын далаға шығады, сосын бір кезде айтады, ал балам тоқта дейді. Мен жаңа жын перілерге тамақ істеттім дейді. Бұл қазір мына жерден біреу өтсе жазым етуі мүмкін. Мыналардың мен қазір шаршатып кетемін дейді. Сосын дұға оқиды. Үйдің жанында тұрған ескі шөмелей шөптер олай да қозғалады дейді, бұлай да қозғалады дейді. Bir кезде әбден жын перілердің әлі біткенше сол енді қозғалдық. Ал болды балам кеттік деп жаңағы. Өйткені ана жын перілерді бұлай құрбет алып тастап кетсе, олар жазым етіп біреу, басқа біреулер жазым етуі мүмкін дейді. Бұл хасида деген ілімді меңгерген екен атамыз. Хасида ілімі жын перілерді бағындырып, жаңағыдай жаңбыр жаудыртады бұл кісі. Қара су тегіс теріс ағыздыртады. Сондай. Ол хасиданы оқығанда атамыз Бұхарада оқыған. Сонда Көкелташ сонда 10 шақты бала оқыпты. Соның ішінде үшеуіміз ғана ұстап қалдық, қалған ірге жағалап кетті дейді. Ана оны жын перілерді бағындыра алмасаң, ол өзін игеріп кетуі мүмкін дейді. Сондай бұл кісі хасида ілімін меңгерген. Сол жаңағыдай мына ол кісінің ана Сүйіндік атайымның Ғұлама ғұмыр деген кітабы бар. Сонда Әйтім деген атқосшының әңгімесі бар. Сонда осы ерте заманда өрт бар ғой, қатты болады екен. Ол кездегі өрттер алапат болады екен. Ол кездегі шөптер белден келеді екен. Сонда бір жанса бой бермейді. Сонда атамыз саспайды екен. Қорықпаңдар, қазір өрт сөндірем. Сосын дұға жазады екен. Сосын жаңа Әйтім атаны жас жігіт кезі болу керек. Соған айтады екен, ал ана мен жүйрік торы мін, мына дұғалықты ал, барда өртке қарай шап. Қанша жерге жете аласың, сонша жет, қарсы шап. Сосын бетің күйгенше жақында, сосын әлің жеткенше. Сосын мына дұғалықты бір жерге, белгілі жерге қойып берді. Бірақ ұмытпа, қай жерге қойдың, нетпе, өйткені оны біреу басып кетсе, мерт болады ана дұғалықты. Сосын ана кісі солай айтқан орындап, атқа мінеді екен де өртке қарсы шабады екен. Өртке барып жаңағы бір қараған ба, тас па, соны белгілеп, сосын қайтадан келеді екен. Bir кезде аяқ астынан бұлт пайда болып, жаңағы шатыр-шұтыр жаңбыр жауып, үйдің ішіне ағызғандай тұрады. Керемет сел болып жаңбыр жауады екен. Өрт сөнеді, сосын өрт сөніп болғаннан кейін қайтадан ана Әйтекеңді жібереді екен. Барда ана дұғалықты алып келді. Сондай бұл кісі, сондай ілімді меңгерген бұл кісі. Жаңағы енді ерекше қасиеттерін айттым ғой, жаңағы жоқ жерден бала береді, жаңағыдай айтады. Осындай сенде осындай бала туады, осындай деп атын қоясың, қыз туса қыз жаңағыдай гарантиямен айтады сондай. Туылмай жүргендер жіберу керек. Сондай кісі болған бұл кісі. Ал жақсы, енді сұрақтарыңыз болса, атамыздың арыстан қартайғанда дейді, тышқаншыл болады дейді. Жүйрік ат қартайғанда шаба алмайды да, аяңшыл болады. Жүйрік тазиды, қасқыр түлікке жете алмай, қояншыл болады. Адам қартайғанда ананың басын бір шалып, мынаның басын бір шалып, езбе қырт шалып дейді. Көп сөйлеп кеттік қойдым, аузым кеуіп кетті. Жортқанда жолдарыңыз болсын, жолдастарыңыз құтты болсын. Осы бабамызға келіп тілеген тілектеріңізді Алла тағала қабыл етсін. Яна қабыл болсын. Өздеріңіздің мына үйлеріңізден сәбидің үнімен күлкісі кетпесін. Осы тек өбірлі шүбірлі өсіп өркендеулеріңізге Алла тағала нәсіп етсін. Алла.